Баршаңызға сәлем. Нанның адам денсаулығына пайдасы мен зиянын айтатын боламыз. Пайдалы ақпараттарды жібере алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Израиль мамандары ақ нан мен қара нанның адам денсаулығына қалай әсер ететінін анықтады. Ғалымдар қанша мөлшерде нан жесең де оның асқазан микрофлорасына әсер етпейтінін анықтады. Алайда ескерер жайттар бар. Зерттеуге 20 адам қатысты. Олардың бәрі зерттеуге дейін күнделікті тамақтану кезінде орта есеппен қуаттылығы 10%-ға жететін нан жеп келген. Қатысушыларға 2 апта бойы нанды 2 есе көп жеу ұсынылды. Олардың жартысы ақ нан, жартысы қара нанды таңдады. 2 аптадан соң олардың ағзасындағы қан глюкозасы мен қажетті минералдардың құрамы тексерілді. Біз ойлағаннан да басқа қорытындыға көз жеткіздік. 2 нанның қандай жағдай болмасын, клиникалық тұрғыда еш айырмашылығы жоқ болды. Бірақ бұл зерттеу мамандардың айтуынша жалпы алғандағы қорытынды. Егер әрбір адамды жеке-жеке зерттейтін болса, айырмашылықтар байқалады. Анығында ақ нан жеген қатысушылардың жартысының ағзасы нашарлай бастаған. Бұл дегеніміз оларға ақ наннан басқа түрін жеу керек деген сөз. Мамандар бұл өзгерістің ағзаның нанға гликемиялық реакция беруінен және әр тағам талшықтарына байланысты болғанын айтады. Ғалымдар мұндай тұжырымның барлық адамға қатысты емес екенін ескертеді. Нан ас атасы. Ол бидай ұнынан жасалады. Дәстүрлі қазақ қоғамында нан пісірілуіне, қоспасына қарай әртүрлі аталған. Әдетте пешке пісірілгенін нан, отқа көміп пісірілгенін күлше, табаға, тандырға пісірілгенін бәтір, қазанға пісірілген қарыма, майға пісірілген бауырсақ жайма деп атаған. Нанды жерге тастамайды, үстінен аттамайды, үстіне ешбір зат қоймайды. Нанды бір қолмен үзіп жемейді. Қазақтар нанды қасиетті деп санайды. Алайда нан ұннан судан жасалады. Нанға тұз, ашытқылар қосады. Олар өз кезегінде нанды пешке салу үшін қабығын қалыңдатып көтереді.